Бүгінгі әңгімеміз Алтай тіл тобына жататын халықтар туралы болмақ. Алтай тіл тобына жататын халықтар мыналар болып саналады. Түркі халықтары, оны бәріміз білеміз. Қазақ, қырғыз, өзбек, татар, башқұрт, әзірбайжан, түрік, гагаuz тағы басқалар. Қырғыз бар. Моңғол халықтары екінші. Оған моңғолдар, буряттар, қалмақтар солар жатады. Үшінші, Тунгус Манжур тобы, Манжур халықтары. Оған манжурлер, тунгустар, эбендер, эвенктер, нанайлар, ненец деген халықтар, сондай халықтар жатады. Корей халқы жатады. Одан кейін Жапон халқы жатады. Осы халықтар 10 мың жыл бұрын Орал тіл тобындағы халықтардан бөлінген. Орал мен Алтай тіл тобы 10 мың жыл бұрын ажырасқан бір-бірінен. Орал тобына кімдер жатады? Орал тіл тобына жататындар финдар, эстондар, венгрлар, карелдер, марилер, мордвалар, осы халықтар жатады. Фин-угор тобына жататын халықтар. Бұлар бөлінген кезде жаңағы фин, Орал тіл тобына жататын халықтар Орта Сібірде мекендеп қалды. Ал біздің Алтай тіл тобына жататын халықтар Шығыс Сібірдің оңтүстік жағын мекендеп қалды. Ал солтүстік жағын Сібірдің ол кезде ескі Азия, палеоазиялық халықтар мекендеген. Олар әлгі бұрын 20 мың жыл бұрын Азиядан Америкаға қоныс аударушылар барғанда, сол о жаққа кетіп қалмай қалып қойғандар, олар тундрада тұрып қалғандар. Олар қазіргі чукча, тағы басқа халықтар сол жақты мекендеп қалған. Біздің Алтай тобындағы халықтар 10 мың жыл бұрын бөлінгеннен кейін барлығы бір жерде мекен етті. Сол Шығыс Сібірдің оңтүстік бөлігін, Байкалдан ары қарай. Байкалдың бер жағын кішкене қамтиды, Моңғолияның жерін қамтиды. Батыс Моңғолия емес, қалған Моңғолия. Манчжурия оңтүстігінде сол жаққа дейін түгел. Қазіргі Ресейдің қиыр шығысы түгел барлығы. Одан кейін 7 мың жылдан кейін, 2 мың жыл өткенде, 7 мың жылдан кейін Алтай халықтар тіл тобынан корейлер мен жапондардың бабалары бөліне бастайды. Бұлар көбінесе балықшылар болады. Теңіз жағасында тұрады, сол теңіздің бойымен төмен қарай түсіп, оңтүстікке қарай жылжып отырып, Корей түбегіне барады. Корей түбегіне барады, жапондардың солтүстік аралдары арқылы Жапон аралына барады. Сонда балықшылықпен айналысады. Және Корей түбегіндегі халықтар барған, олар қарапайым егіншілікпен де айналыса бастайды, балықшылықпен қоса. Яғни біздің бұрынғы 7 мың жыл мен 5 мың жылдың аралығы. Одан кейін 5 мың жыл мен 3 мың жылдың аралығында Тунгус Манжур халықтар бөліне бастайды. Олар біздің түркі моңғолдардан мына қиыр шығыс жақта тұрған Манчжурия, одан кейін Россияның қиыр шығысы бар, тайганың оңтүстік жағы түгелдей солардың мекені болған. Олар аңшылықпен көбінесе айналысады. Одан кейін кішкене бақташылықпен айналыса бастайды. Бірақ та көші қолында емес. Олар отырықшы тау тас өзендердің жанында, одан ормандардың арасында ағаштан үй салып, сонда қарапайым бақташылықпен айналыса бастайды. Ал 3 мың жыл бұрын олар толық ажырасады түркі моңғолдардан. Мына көне Қытай жазбаларында, ханзу жазбаларында көне Хунну, Дунху деген халықтарда, сонда Дунху дегені ол сол Тунгус манжурлардың ең соңғы ажырасқан бөлігі. 3 мың жыл бұрын түркі моңғолдар бәрі бірге болады. Олар түгел көшпелі өмір салтына көшеді. Яғни 3300 жыл бұрын ба, 3400 жыл бұрын ба, сондай заманда біздің бабаларымыз түгелдей көшпелі өмір салтына көшеді. Содан бастап ұлы даланы игере бастайды. Бер жақ Моңғолия түгелдей Гобидің шөлін кесіп өтеді.
содан бастап түгелдей бірге болады. Олар ақырындап айырмашылықтар пайда бола бастайды. Мына шығыс түркі моңғолдар тұңғыш манжурдарға жақын тұрғандар. Олар кішкене манжурдың билерімен араласып, кішкене өзгешеліктер де пайда бола бастайды. Мына шығыс жағындағы кішкене салт дәстүрлерін де солардың қабылдайды. Сондай кішкене өзгешеліктер пайда болады. Бірақ сонда да 500 жылға дейінгі уақытқа дейін, мына Шыңғыс хан империясы құлағанға дейін, 15 ғасырға дейін түркі моңғол халықтары бір болып келді тарихта. Сонау хуну заманында бір болды, бір империяда болды. Жужандар заманында болды, түрік қағандығы кезінде. Бірақ ана шығыс бөлігі енді ақырындап араласа бастаған кез. Өзі бәрі араласудан тұрады ғой, дүние бәрі ақырындап дамудан тұрады. Мына философиялық заң бар, жалпы ортақ. Эволюция және революция деп атайды. Эволюция ол әлгі біртіндеп дамуды, революция сапалық секіріс. Ол енді барлығына жүреді түгелдей. Сонда ол өзі солай біртіндеп даму арқылы ажырасады халықтар. Мысалы, және 5000 жыл бұрын тұңғыш манжурлер моңғолдардан ажырасты. Ол өздерінше революциялық төңкеріс болды. Кішкене екі тіл халықтары, туысқан тіл халықтар бір-бірінен бөлектене бастады. Одан бар мына 15 ғасырда біздің заманымызда, мына бертін Шыңғыс ханнан кейін діндердің кіруімен моңғолдың түрік халықтары екіге бөлініп кетті. Шығыс моңғол түркілер моңғол болып, батыс түрік моңғолдар ислам дінін қабылдап түріктер болып бөлініп кетті. Бірақ негізі бәрі бұлардың бір халық. Біздің тіліміз де бір, түріміз де бір, тегіміз де бір, түбіміз де бір. Мысалы, Орта Азия басшыларымен кездесуде Жапонияның премьер-министрі Саная Такаити босқа әлгі түрік одағы туралы қызық әңгіме тартқан жоқ болатын. Сол сияқты оған бір қызығушылық білдірді түрік одағына. Ол нені білдіреді? Сонау көне замандағы, ескі замандағы сол тарихи сабақтастық біздің қазіргі заманға да білініп қалады. Олар. Сол ең басты ашып көрсетейін дегенім бұл әлгі тарихтағы таласты баяғы. Өзімде көп оны назар аудардым бұрыннан 90 жылдардан бастап. Шыңғыс хан қазақ па, моңғол ма деген сөздер шығып жатты. Соны айтайын дегенім қорытынды. Шыңғыс ханның заманында тіпті түрік пен моңғолдар бір-бірімен бөлінген жоқ. Тек 15-16 ғасырларда шығыс түрік моңғолдар будда дінін қабылдағаннан кейін, батыс түрік моңғолдар алтын орда жеріндегілер келгендер, олар барлығы ислам дінін қабылдағаннан кейін екі халық бір-біріне бөлініп кетті. Бүгінгі тақырыбым қысқаша осы.